Мектеп деген білім кені, жыр кені. Мектеп деген ғылымның ең үлкені. Мектеп деген тәрбиеші адамға. Мектеп деген даналардың мекені. Мектеп, мектеп, менің жарқын көңілім. Мектеп, мектеп, шаттық толы өмірім. Мен Қуанышбек Нұрбақыт, Түркістан облысы, Арыс қаласы, Мұхтар Әуезов гимназиясының 9-шы сынып түлегімін. Менің жұмысым Green Oasis номинациясы. Және де менің тақырыбым менің армандағы болашақ мектебім атындағы макетімді таныстыра өтемін. Мысалға, мектептің алдына келесек, Мұхтар Әуезов атамыздың ескерткіші қойылған. Ол біздің мектептің символы десек те болады. Ал оның алдында көгілдірленген және де мереке күндері гүл шоқтарын қоямыз. Оның оң жағына қарай кетсек, эстетикалық және әдемілік үшін салынған субұрқақ тұрады. Мектептің артына қарай өтсек, ол мектептің арты көгілдірленген. Әртүрлі ағаштар егіліп, мысалға шырша, қарағай, қараемен, қарағаш, тағы басқа. Ал мектептің оң жағына қарай өтсек, жылыжай көрінеді. Жылыжайда көкөністер өсіреміз. Оқушылар оларға кезекшілік қойып, оларды көкөніс өсіреді. Ал жылыжайдың алдына қарай кетсек, бұл жерде спорт комплексі көрінеді. Спорт комплексінде балалар әртүрлі секцияларға қатысады. Ол секцияларды атай өтсек, волейбол, гандбол, баскетбол және де тағы басқа спорт секцияларына қатыса алады.